Осындай өте дәмді тіл үйретін салат дайындап үйренгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіз. Ол үшін бізге барлық ингредиенттерді пісіріп дайындап алу керек. Және жаңғағымызды кепкен жаңғақ болу керек, және оны осылай пакетке салып майдалап алуымыз қажет. Одан кейін осы майонезімізға немесе қаймақты қолдансаңыздар болады. Осылай сарымсақты үккіштен өткізіп қосып аламыз. Және бұрыш қосып жіберсеңіздер өте дәмді шығады. Осылай дайындап қоямыз және оны кондитерский мешокқа құйып аламыз. Егер формаларыңыз жоқ болса, осылай мен сияқты пластмасс ыдыстарды қолдансаңыздар болады. Оның астына бірінші слойға етті осылай ұсақтап саламыз. Одан кейін оны турамай осылай бөле салсаңыздар болады. Одан кейін жаңа дайындаған соусымызды бетінен жақсылап жағатын боламыз. Оның үстінен үккіштен өткен қиярымызды, яғни тұздалған қиярды салатын боламыз. Менің арнама жазылып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сіздерге келесі жолы осындай оңай жасалатын тағам түрін ұсынатын боламын. Келесі бізде жұмыртқа, оны да үккіштен өткізіп аламыз. Және бетінен майонез құйып алғаннан кейін жұмыртқаны салатын боламыз. Оның үстінен де жақсылап майонез қабатын себетін боламыз. Оның үстінен жаңғақ слойымызды себеміз. Көбірек себе бергеніздеріңіз өте дәмді шығады. Болды, енді формасын алып тастаймыз. Салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар, сіздермен болған Жұлдызай.